Мұрат Мұхтарұлы Әуезов 1943 жылы Жамбыл облысы Мерке ауылында туған. 1965 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінің шығыс тілдері институтын бітірген. 63-69 жылдар аралығында Мәскеуде жас тұлпар жастар қозғалысын ұйымдастырды. 69-88 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының Ғылым академиясында, Қазақстан жазушылар одағында, Қазақфильм киностудиясында қызмет етті. 89-90 жылдары халықаралық Невада Семей қозғалысының вице-президенті. 92-95 жылдары Қазақстанның Қытайдағы төтенше және өкілетті елшісі болды. 95-99 жылдар аралығында Мир телеарнасында, Алматы облыстық ақпарат және қоғамдық келісім басқармасында басшылық қызметтер атқарды. 1999-2001 жылдары Сорос Қазақстан қорында атқарушы директор, президент болып істеді. Қазір ұлттық кітапхананың директоры, филология ғылымдарының докторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қоғам қайраткері, времен связующие нить возвращения учителя Иппокрена кітаптарының авторы. Ассаламағалейкум, қадірлі ағайын. Бүгін шынның жүзінде белгілі мәдениеттанушы Мұрат Мұхтарұлы Әуезов. Мұрат аға, қош келдіңіз. Мұрат аға, мынау 60-шы жылдары сонау Мәскеуде жас тұлпар ұйымын құрып, ұлттық оянуға қадам жасаған 20-дағы Мұрат Әуезовпен қазіргі Мұрат Әуезовті салыстыра аласыз ба? Сол кездеріңізді сағынасыз ба? Сол кездегі өзіңізді сағынасыз ба? Мен шынымды айтсам, өмірімде ең бақытты және де сол ең мазмұнды керек болса жылдар сол жас Мәскеуде оқып жүргенде мына жас тұлпарды ұйымдастырып, достарымен бірге сол кезде өзіміздің біз ұлт ретінде қандай халықпыз дегендей сұрақтарға сол кезде біз үлкен ізденіске түскенбіз. Енді жастық шақ жақсы ғой деп көшім, соның барлығы есте. Және де мен мысалы бұны шынымды айтып отырмын. Қазір сол кездегі мысалы өзім болмасам бір-бірімізді тапқан жора жолдастарым, және де осы күнгі біздің енді 60-тан асқан кезімізде сол адамның негізінен байқап көрсеңдер, меніңше үлкен айырмашылық жоқ. Біз енді әрине сол жас келгесін адам өзгереді, бірақ та ой бағытың, өзінің өмірге деген талабың және де дүние сол танымың негізінде сол жақсы қалыптасса, ол өмір бойы меніңше сол адам одан айырылмайды, қайта соған оралып, және де жастайынан армандаған мақсаттарға жетуге тырысады деп білемін. Біз жас тұлпарға дәл сондаймыз. Біз мысалы жас тұлпар туралы аз білеміз. Мысалы жас тұлпар деген ұлтшылдар ұйымы болғандығын білеміз. Бірақ жалпы осы ұйымның өзі мақсаты не болды? Бағдарламасы қалай болды? Жалпы нәтижесі не болды бұл ұйымның? Қазір бар ма бұл ұйым? Енді сондағы біз енді құрдас, жасымыз шамасы 18-19-да. Бұнда енді әрине мына заманның өзі ол кезде 60-шы жылдар орысында айтқанда хрущевская оттепель, кішкене бостандықтар болған кезі. Сонда мысалы Ресейдің орыстардың арасында өздерінің диссиденттері шыққан кезі. Ал енді мына көп ұлттың азаматтары бізбен бірге оқыған жап-жас балдар, олар біз кім деген сұраққа жауап іздеді. Мысалы енді бұрын отаршылдықтың саясатына құрбан болған мысалы көптеген халықтар үлкен қысым көрген, өзінің тарихи тамырларын ұмытқан, ал бірақ та сол кезде білмедім не себептен. Мүмкін дүниежүзілік жағдай солай келтірді ме, өйткені ол кезде отаршылыққа қарсы дүниежүзінде үлкен көтерілістер болған кезең енді 50-60 жылдары. Соның әсері болды ма, біз әйтеуір сол қазақ жастар Мәскеуде оқып атқан бір-бірімізді таптық. Менің сол өзімнің тікелей соған себеп болғаным да, қазір талдап көрсем, 61-ші жылы әкем Мұхтар Әуезов сонда Мәскеуде ауруханада Кунцевода жатып қайтыс болған, бірақ қолына сол соңғы рет қалам ұстап қағазына жазған хаты өзінің достары Шығыстаудағы Камен Оразалин, Балташ дейтін ақсақал, соларға хат жазған. Ол операциядан бұрын 40 сағат бұрын болған сол
жазылған хат, және де сол әңгімелескенде ол кісі мына операциядан шығып, содан кейін Ыстықкөлдегі ана кішкентай ғана үйде кездесіп, мен күнделік жазуым керек еді, сонда сол Семейге барғанда. Ал енді Семейде ол кездегі еске алсаң, ол жерде ядролық сынақтар бір жағынан, бірақ ол қатынды өзінің достарына, сол ұлым Мұрат бара жатыр, соған әкесінің өскен жерін көрсетіңдер деген. Сонда енді әкеміздің талабы мен үшін, мен сол өміріме бақыттымын, өйткені ол кісінің айтқан сөздерін, кеңес ақылдарын, және де маған қойған талабына сай болуға тырысқам әр уақытта. Соған мына ауылыңа барып кел деген сөз мен үшін сол ерекше терең жақсы, терең әсер қалдырғанды. Ол жыл 61 жылы әкеміз қайтыс болды. Әрине сол елге баруға мүмкіндік болған жоқ. Ал бір жылдан кейін, сол бір жылдың ішінде біраз достарымды күтіп, біз бірінші концерт және лекция тобын құрып, Жамбыл облысына бардық. Содан жас тұлпар концерттік неден басталды. Соның Жамбыл облысына барғанда ол кезде қазақтың газеттері шетінен жабылып жатыр. Ол кезде тың өлкесі ашылған, бір тұтас совет халқы болсын деген идеология өткізіліп жатыр. Соған іштей барлықтарымызға қарсы болды. Іштей қарсылық. Іштей, иә. Соған әсіресе ауылға барғанда, Жамбыл облысына, біраз жерлерінде. Біз енді ол жаққа бару үшін енді басқа қаражат жоқ. Біз тек қана үгіт бригады ұйымдастырып, қазақтың талантты балдар, қыздары сол ән шырқайтын, сол би билейтін, және де лекция оқитын. Соған ол кездегі ЦК ВЛКСМ соның командировкасын алып, соған барғанбыздық. Демек, өнеріміз бар қолымызда. Содан кейін өзіміздің құрдастарымызбен кездесеміз ауылда жерде. Оларды мектепті бітірген балдарды паспорттарын алып, 2 жыл сонда мал саласында жұмыс істеу керек. Ал енді содан кейін армия келеді. Ол енді үлкен әділетсіздік. Көзіміз көріп тұрған. Содан кейін кітапханалар жоқ. Содан кейін біз жас тұлпардың бұл дәстүрі жалғаса берді. Сол жыл сайын қысқы және де жазғы каникул кезінде сол Қазақстан, болмаса қазақтар тұратын Ресей өңіріне бардық. Мысалы, Омбыға 2 рет барып келгенбіз. Сонда барған кезде сол қазақтың, қазақ тілінің, қазақ мәдениетінің, қазақ дәстүрінің қалы нашар екенін соған көзіміз жетіп тұрды. Сондықтан сұрақ туды, біз қандай халықпыз, отаршылдық деген не? Біз енді намысымыз болса, біз еліміз, жұртымыз, осы мәдениетіміз үшін не істеуіміз керек деген сұрақтар өте заңды, жастардың арасында әсіресе. Құдайға шүкір, бір жақсы азаматтар, олар енді жасына қарамай мықты жақсы ұйымдастырушылар бола білді. Ал сол отаршылдықтың шын зардабын сол кезде шынымен сезіне алдыңыздар ма? Әрине. Сол кезде. Әрине, бұнда тұрған ештеңе жоқ. Соған енді сен жасанды түрде көзіңді жұмбасаң, онда сол осы өмірдің өзінде көптеген шындық бар. Кейде сол адам көргісі келмейді. Көрсең, сен бірақ сіздер көре алдыңыздар сол кезде. Біз көре алдық. Ол енді жастықтың қасиеті болу керек. Біз қорықпадық ештеңеден. Қорықпадық. Ал сіздер қуғындалдыңыздар ма? Қуғындалған жоқсыздар ғой. Ол енді қуғынның көптеген түрлері бардық. Мысалы, біз Мәскеуде оқып жүргенде, енді сол, біз айтпақшы сол Мәскеу, Ленинград, содан кейін Рига, Харьков, 5-6 қала Ресейде, Қазақстан сырт қалаларда сол жастардың басын қоса білдік. Бізге ұлттық намысымызға тиетін осындағы идеологияның басында жүрген адамдардың кейбір кітаптарын қатты сынға алғанбыз, өйткені біліміміз бар енді, бұлай өсіп келе жатқан білім. Содан кейін сонымен барлығын Алматыға келгенде жазушылар одағында 2 күн, бірінші күн жақсы өткіздік, жазушылар қатысты, екінші күні сол бізге келсек, баяғы үлкен құлып кіруге болмайды, тараңдар дегенде сол нұсқа болып, содан кейін біз ол кезде Мырзатай Жолдасбеков үлкен ерлік жасады. Ол Казгудың филология факультетінде аспирантурада оқып жүрген кез, содан кейін өзі профорг болу керек, факультеттің бе, Казгудың бе. Ол бізге үлкен залды алып берді. Сонда Ақселеу Сейдімбек бар, Төлен Әбектер, көптеген Смағұл Елубаевтар, олар біздің құрдастарымыз еді. Көп сол адам жиналып, біз кеш бойы ұлттық мәселенің барлығын дұрыстап көтере білдік. Сонда.
Содан кейін кешкісін көп уақыт, ұзақ уақыт тарамай сол қазақтың әндерін айта берді. Келесі күні Өзбекқали Жәнібеков ол кезде комсомолдың бірінші хатшысы, сол кісіге барып делегация кәдімгі. Солардың атынан маған сөйлеуге тура келді. Сонда 20 шақты өзіміздің талабымыз мына қазақтың жағдайына байланысты. Ол кісі бәрін дұрыстап жазып алды, өзіне үлкен әсер етті, мен оны жақсы білемін. Ал бірақ та сол жазушылар одағында болған кездесуде сонда үлкен жазушымыз сол тікелей ол кезде ЦК жақын жазушылар одағына көшуден өтіп, сонда барып мына ұлтшылдар жиналды. Содан кейін мына үлкен қатал осында қалғандарға қатты қысым, олардың сол біразын мен көп әңгімелерін естігем. Шақыртып ана ЦК. Ал Мәскеудегі сіздерге? Бізге аспаптарымызды сол өкілдікке баруға рұқсат жоқ, тараңдар, және де осы жақтан үлкен адамдарды жіберді. Жібергенде сонда ол кезде стажировка, аспирантурада оқи бастаған кездеріміздегі. Сонда келіп, кәдімгідей, енді марқұм кеткен кісілер атын атауға да болады, бірақ сол кісілер ЦК Компартияның орталық комитетінің соның атынан келіп, енді олар алдымен бізге ортамызға адамдарын жіберген екен. Олар емес енді, ол кезде КГБ-нің адамдары келген, олар студент болып, біз оларды қонақ жайлық жасап, бауырларымыз деп, соған төсек орын беріп, тамағы, шайымызды бірге, содан кейін біздің семинарға қатысып, барлығын жазып беріп, осы Алматыға жіберген. Соның барлығын қолына жинап, үлкен кісі келіп, өзі бұрын соғысқа қатысқан, әңгімелескенде дәл сенің жарығыңдай көзіңе жарық та көшемді ұрып, партизан шығыты көшем. Енді осы жұмыстарыңызды жеке-жеке әрқайсымен сөйлесіп біздің жігіттермен. Осыған жалғастыра берсеңдер, онда барлықтарыңыз қайтасыңдар Алматыға, тіпте сол үлкен. Енді ол да бір тарихтың шындығы қазір белгілі болды. Ол кезде идеология қатшысы белгілі адам, ол Демекеңе бұл енді өзінің бір ұсынысын айтқан екен. Бұл ұлтшылдық таптаза, біз қазір осылардың тасталқанын шығарайық. Демек, арам ойлары солдана өз-өздерін жақсы көрсетті, ұлтшылдықпен сол күресті баса. Сонда Демекеңнің енді ұлылығы, сондықтан біз оны жақсы білеміз қазір, қалай тоқтатқанын соны. Ал енді қуғын дегенде содан кейін қаншама біздің жазған мақаларымыз басылмады. Бұл сұрап жатқаным, Совет одағында шынымен жаңа ұлтшылдық ұйымдар болды. Украинаның өзінің сол ұлтшылдар ұйымы болды, сол кездердің өзінде, 60-шы жылдар. Балтық жағалау елдерінде жаңа Латвия, Литва, Эстонияның өзінің жастары ол кезде ұйымдары болды. Олардың ішінен тіпті диссидент болып, батысқа өтіп кеткендері де болды. Ал енді сіздерде сондай мақсат болды ма? Иә, мен 78-ші жылы жазылған күнделіктерім қазір жақын арада сол 1-2 жыл болды, күн көрді. Сонда ол анық жазылған, мен талдап отырмын ол кезде. Сол күнделікте ол анық жазылған, мен бірде-бір сөзін өзгерткен жоқпын, қосқан жоқпын. Сонда не себептен мысалы Ресейдің диссиденттері, орыстардың диссиденттері сыртқа кетіп бара жатыр, біздер үшін әлі ерте дегенде, біз осы жерде әлі де көптеген жұмысты істеуіміз керек дегенде, сол не себептен біздің жағдайымызды талдап, сол жазғандарыма, бұл тек қана менің пікірім емес, сондағы сол жолдастарымның сол пікірі. Ол енді дерек деуге болады, тарихи деректік. Ал енді қуғын дегенде мысалы сіздердің негізінде болды, ықылас болды бұлай. Мүмкіндігінше жоқ, оған біз іштей дайындалуымыз керек. Мысалы біз қазір осында Қазақстанда жүргенде сол кездегі біз дұрыстап енді ауыз толтырып айтатындай бір үлкен істерді істеуіміз керек еді. Бірақ істелінбеді. Неге? Істелінген жоқ, өйткені біз қазір Қазақстанның жағдайында қазір көптеген істерді біз істей білдік. Мысалы, айта берейін деп. Сол кезде, сол кезде және де сол өмір бойы бұл бір-бірімен сабақтасып келе жатыр. Мысалы, 73-ші жылы Азия Африка жазушыларының конференциясы. Бұны біз қазір оған мән беруіміз керек. Өйткені сол кезде мына жас тұлпардың көптеген азаматтары, өйткені біз енді шет ел тілдерін жақсы білеміз. Сол кезде біз көп дүниені аудардық, және сол конференцияны өткізуге сол бар күшімізді салдық тегін.
тегін. Өйткені бұл біздің азаматтық борышымыз болды. Оның ең үлкен мақсаты мына отаршылдықпен қалай күресу. Сол тәжірибе бізге өте қажет болды. Мына Азия, Африка елдерінде о кезде сондай әдебиет те болды, сондай адамдар да болды. Олар осында келгенде біразымен біз байланыс жасағанбыз. Және де ол болашақта сол дәл сол мақсатта, дәл сол мақсатта. Ал енді мысалы біз сол кезде мысалы біз тарих. Енді қазір айтсаң сенбеуі де мүмкін. Біз 3-4 ғасыр тек қана сол мөлшерде біз тарихымызды о кезде ресми тарихымыз сол кезден басталушы еді. Ал енді мына Фарабиің бар, Отырарың бар, мына көне түріктер бар, тағы басқа, оның барлығын білу керек қойды. Сонда біз соны зерттеуге саналы түрде, бұл тек қана ғылыми зерттеу жұмысы емес, болмаса ойдың ізденіс жолдары емес, бұл кәдімгі үлкен саясат. Біз оны жақсы білгенбіз. Соның нәтижесінде біз мысалы ең бірінші көшпелілердің эстетикасын жаздық. Ол енді 75 жылы 3000 дана боп, енді шығуға дайын кезде, сол кездегі биліктің шешімімен оны өртеп тастады. Бұл қуғын ба, қуғын емес пе? Мысалы, менің мақалаларым шығып жатырды, кейде просторда, бірақ соның өзінде сол қатты бақылаудың. Сол шыққан бетте, партийная жизнь Казахстана, болмаса коммунист Казахстана, екі журналда сол артынан, сол түлкіні алған қасқырдай көшін біреулер сол сынап, ұлтшылдық деген мақалалар жазылып жатыр. Ол қуғын ба, қуғын емес пе? Содан кейін уже біраз нәрселерді, мысалы, Олжастың Азиясы көшін, бүгін Атшулы Азиясы шыққан кезде, мен шыққан кезде сол үлкен мақала жазғам, Азия, Олжастың. Соны бірде-бір журнал, қазақшаға, мен орыс тілінде оны жаздым, Жұлдызға, оны сол жақсы азаматтар керемет жақсы аударып, дайындаған кезде сол жұлдызға шықпай қалды. Өйткені сол ұлтшылдар деген атақ біздің енді олар бақылап жүрді. Бұны тек қана атап өтуге болады. Азия Африка жазушыларының несі, ол енді саналы түрде. Эстетика туралы, көшпелілер туралы зерттеулер. Және де экспедицияларға кетуге мәжбүр болдық. Өйткені мақала не жазсаң да басылмайды, жазылғанның өртенеді. Содан кейін біз қазақтың тарихын зерттеп, сол көптеген жылдар, мен өзім мысалы 5 жыл қатарымен көктемнен кетіп, күзде бірақ қар түскенде осында оралушым. Өйткені сонда біз қазақтың тарихын, әулиелі жерлері, тағы басқа соған жанымызды санамыз сақтау үшін біз сол жақта бірге жүргенбіз. Ал содан кейін мысалы Невада Семей қозғалысы. Ол жекең де білет, барлығы білет. Соның негізгі сол бұл қозғалысты соған қара терін төгіп, үлкен еңбек істеген, сол бұрынғы жас тұлпарлықтар. Жас тұлпардың шығып жұмыс істеген уақыты негізінен жаңа 60-шы жылдардан басталады. Ол кез мына біздің ұлттық мүдделеріміздің әбден аяққа тапталған уақыты. Ал енді қазірде мысалы біздің ұлттық мүддемізді көтеретұғын, ұлттық мүддені қорғайтұғын уақыт әлі өтіп кетті деп айтуға болмайды. Қанша тәуелсіздік алып азаттық мемлекет болып отырсақ та, бізде ұлттық мүддемізді қорғайтұғын тараптар айтатұғын, зерттейтұғын мәселелер өте көп жеткілікті. Ал қазір жас тұлпарлықтар қайда? Мен енді атаулы есімдерін атай берсем, олда бір қате түсіндірмен болар еді. Өйткені Совет Қазақ, Атай, Болатхан, Тайжан, Мақаш, Тайтим, енді өздеріңізге мүмкін онша белгісі, бірақ өте терең ойлы, Мұрат Ғылманов, Болат Қарақұлов, Асия Мұхамбетов көп айта берсең. Қазіргі жағдайда саяси қоғамдық өмірімізде сол жас тұлпарлықтар бір нақты қандай шаралар араласып отыр? Сондықтан жас тұлпар деген бұл тек қана жеке адамдардың сол өмір баяны емес, жас тұлпар бір сапа деуге болады. Ал енді ол сапа, мен мысалы қаншама жылдар өтті, біз мына Невада Семей қозғалысын бастағанда, сонда біздің жас тұлпардың мүшелерінің балдары бізге келіп қосылып отыр. Демек сол әке шешелерінің тәрбиесін көрген. Және де сол мысалы айтып отырмын ғой, біз қазір 60-қа келдік, 50-ге келгенде одан да бұрын. Дәл қазіргі саяси қоғамдық өмірімізде жас тұлпарлықтар әлсіреп қалған сияқты.
Жоқ. Сізде мұндай әсер Әрине, жоқ па? біз мысалы ана Салахиден Айтбаев, Мақұм Кесамен тағы біразы дүниеден кетті. Енді бізді Біраз Совет Ақатай Совет Ақатай, жаңағы Алаш қозғалысы партиясы мысалы. Ал енді сондықтан сен бір нәрсені мен жеткізе алмай жатқан шығармын. Мәселе неде? Біз енді бұл тек қана жеке адамның бойындағы сол қасиет емес, біздің азаматтар өйткені білім жолын дұрыстап қуғанбыз, және де сөйлескенде мына басқа өзімізден жастау болмаса жаңа адамдарды біздің ойымызға, сол ой жолымызға қосуға біздің мүмкіндіктеріміз болды. Сондықтан қазір мен мысалы қазір 10 шақты адамның есімін айтам, бірақ олар о кезде не жас жағына, не сол география жағын Мәскеуде, Ленинградта болған жоқ. Бірақ оларды нағыз жас тұлпарлықтар деуге болады. Мысалы содан кейін біз мына тамыр клубын құрдық, тамырлықтар. Қазір көптеген енді ол жалғаса бер. Бірде-бір күн, бірде-бір мезгіл, мына сол жас тұлпардың сапасы тоқтаған жоқ. Жас тұлпарлық, былай тұжырап айтсақ, ол адамның сана сезімі, білімі. Бұл енді ұлтына мысалы, жеріне, осы жердің тағдырына толығымен берілген адам болса, сол жас тұлпарлық сапасында деп мен айта аламын. Өйткені мен оған дәл осындай басқа ұлтжанды дейміз, бірақ жас тұлпар мен үшін үлкен ұғым, ол үшін үлкен білім, үлкен сенім, және де берік іс, сол жолдан таймау деген қасиеттер болу керек. Соған сондай азаматтар бар, және де жаңа ұрпақтар соған келеді. Біз енді үлкен орта болып жүре бердік. Біз бармыз, ешқайда кеткен жоқпыз. Қайда осы біздің енді қиын заманда рухани сапаның қай жерде былай биіктеу деңгейі бар десе, онда міндетті түрде мына біздің жігіттердің әсері бар деуге, мен дәлелдеуге дайынмын. Мұрат аға, жақында сіздің ұлы көш деген мақалаңыз жарыққа шықты. Ол мақалаңыз туралы жұртшылықтың арасында әжептәуір пікірталас болды. Онда сіз мұны шығыстағы алып көршіміз Қытайдың ұсақ ұлттарды қалай жұтып қоятындығы туралы және бізге де төндіріп отырған нақты қауіптері туралы айтасыз. Енді өзі тәуелсіздік деген нәрсе бар, біз тәуелсіздік алғанымызға 13 жыл болды. Тәуелсіздікті алу бар, тәуелсіздікті жариялау бар, және ол тәуелсіздікті ұстап тұру, тәуелсіз азат ұрпақты тәрбиелеу деген мәселе бар. Осы жағынан алған кезде қазіргі Қазақстанның жағдайына қарап тұрып, қазіргі қоғамымызға қарап тұрып, бізде осы тәуелсіздікті қаншалықты бағалай алып жүрміз? Мемлекеттік тұрғыда, мемлекеттік дәрежеде тәуелсіздікті бағалау мәселесі қалай бізде? Мен ада жас тұлпарлықтар бар деп отырмын ғой, бірақ өкінішке орай азбыз. Бұл енді не себептен тарихи жағдай тағы. Әйтпесе, саналы азамат болса, мысалы қазір көптеген қоғамдар бар, партиялар бар. Ана жақында Нұрекемен кездесу болды ғой, зиялы қауым деп, от шақты өнер ғылыми саласында жүрген азаматтар кездескенде мен осыны ашық айттым. Мына бірде-бір партия, соның ішінде отаның да бар. Бірде-бір партияның мына геосаяси жағдай туралы ешқандай пікірлер, өздерінің сол көзқарастары жоқ. Бұл қалай енді? Ал енді біздің сыртқы қайшылықтарымыз, осында қиын болып көрініп жатқан мәселелердің барлығын түбінде сен сыртқы саясаттың жағдайын білмесең, соның ішінде Ресейің бар, американдықтарың бар, Қытайдың қазір сол өзінің саясатын өткізіп жатқан жағдай бар. Соны еске алмай, сен бірде-бір ішкі мәселені дұрыстап түсіне алмайсың. Ең үлкен трагедиясы туралы ауыз ашпаған әдебиет керек жоқ әдебиет деп мен бір үлкен сын пленумда айтқам. Сонда ол сөздің өзі Смағұл Елубай, Төлен Әбдіктер, олар өздері айтты. Сол сөздің әсерімен олар сол тақырыпқа барған ашаршылық туралы. Өйткені бұрынғы идеология бойынша оны ұмыту керек деген сөз. Мысалы қазір сайлау өтіп жатыр, сайлау өтір. Болмаса 86-ның желтоқсаны біз қаншама сол шындықты қазір жабулы қазан жабулы қалсын деген сондай пікірдеміз. Ол бұндай негізде еш уақытта дұрыс болашақты жасауға болмайды. Жас тұлпарлықтар ылғи да аз болып қалады. Өйткені мысалы Құдай-ау сол тыныш болсын, соны ал мәселе адам біреуге кінә тағуда емес. Мәселе сол тарихи негіздерді білу, соның шындығын ашу. Сондықтан біз қазір қараңыз, сол шындығын ашу бүгінгі ұрпақты, бүгінгі адамдарды қалай тәрбиелейді?
қалай оятады оның бойындағы жаңағы бір ұлттық сана сезімді? Өзіңнің бойыңда, вот сол адамның бойында мына ішкі ізденіс болмаса, бостандыққа, әділеттікке тағы басқа. Онда бұл ешқандай сырттан айтылған сөз, не бұйрық, сол өзінің нәтижесіне жете алмайды деген. Вот сондықтан ана біреуді тәрбиелеу, бізді ешкім тәрбиелеген жоқ. Ана жас тұлпар келгенде, өмірге келгенде, бізде тек қана Сайын Балмұханов ақсақал, ол кезде ол енді 40-тағы адам болу керек бізге ақсақал көрінген. Ол енді ана шетелге барғанда, Шығыс Түркістан туралы тағы осындай сол әдебиет, Мағжанның өлеңдерін тағы басқа бірінші рет содан білгенбіз. Одан басқа бірде бір көсем болған жоқ. Ал енді мына осы күнгі жас ұрпақ мысалы ізденбесе, онда оған қиналмау керек те көшім. Ізден осындай ұлтжанды болмаса саналы азамат бол дегенге. Бірақ өмірдің үлкен заңдылығы бар. Міндетті түрде осы жастардың арасында міндетті түрде сол жалынды, жүрегі жалынды және де көзі ашық азаматтар бар. Мен өзім солармен біразымен қазір кездесіп жүрмін. Ал енді оларға ешқандай методика керек жоқ. Өйткені сұрақ болса жауап болады. Іштей сұрақ болмаса, онда сол оған енді үкімет, биліктер онымен сол әуре болсын. Бірақ та біз ізденіс жолда жүрген адамдар, ақындар, керек болса пайғамбарлар енді сол әулиелер. Олар еш уақытта сол біреуге іштей талап етпеген адамға, жанға өзінің өмір түсінігін болмаса өмір әдісін сол айтып қиналмайды. Мұрат аға, сіз бұлай пікірлеріңізді орысша жазасыз. Орыс тілді орталарда көп жүресіз. Жалпы осы сіздің табиғатыңызды қазақ тілді әріптестеріңіз айыптайтын, бетіңізге бір мін ғып тағатын кездер бола ма? Бұлай ғой, енді жалпы сондай кездер сіз өзіңізді қалай сезінесіз және ол кісілердікі қаншалықты әділетті деп ойлайсыз? Жоқ, енді біріншіден мен өз үшім орысша және орыс тілінде бұл екі ұғымды бөлем. Орысша жазсам, онда мен орыс болып кеткен дегенде, ал енді орыс тілінде, онда сол орыс тілі, мысалы ағылшын тілінде, Қытай тілінде ол құрал. Ал енді сол, кезінде біз Мәскеуден осында келгенде, бізді сол дұрыстап қазақ қылындыруға үлес қосқан Асқар Сүлейменов сияқты азаматтар, Төлеген Тоқбергенов тағы. Солар, бұлар енді қазақша шамалы деген бетіңе басып, бұлай кінә тақпаған сол аға достарымыз болғандығы. Енді оның орнына, мысалы Әсекең қолына домбырасын алып, керемет жақсы сол өзінің күй шертетіндігі бар еді, Асқар Сүлейменовтің. Ал енді өзінің үлкен білімділігі, сол енді Төлеген Тоқбергенде дәл солай, әдебиетші, сыншы, және де үлкен күшті күйші болған. Болмаса досым марқұм Айтан Үсіпхан Қытайдан келген. Ол енді нағыз қаһарман ол жерде. Біз 98 жылы барғанда, сонда қазағы бар, ұйғыры барлығы сол Айтанды өзінің бір үлкен ірі азаматы ретінде қабылдаған. Бірге түрмеде отырған азаматтардың барлығы. Сол Айтан да жат көрген жоқ. Біздің тілдің, қазақ тіліміздің кемістігін біле тұрады. Қайта сол олар бір жақсы тәрбиелеу сол тәсілдерін таба білген о жағынан. Сондықтан бұл да ешқандай қысым болмаса бетке басу болған жоқ. Соның арқасы болу керек. Жүрегіміз баяғы сол қазақ тіліне, қазақ әдебиетіне бұрылып, содан кейін ақырындап келе жатырмыз енді сол қазақша. Ал енді кейде бұл әрине қазір айтар сөзім қате, сондықтан алдын ала кешірім сұраймын, бірақ кейде кейбір шешендеріміз, ақындарымыз, жазушыларымыз қазақ тілінде сөйлейтін. Сол қазақ тілінің байлығының құрбаны болып қалады. Өйткені сол форма жағынан, сол көптеген енді әдемі тіл ғой. Ал енді солар құрбаны болғанда соған аманаты болып, соған тілге келеді, мазмұн жағынан содан кейде жеткіліксіз меніңше. Мысалы сөйлейді, жазады. Бұл тек қана сол көптеген кейде кешіре қойды, көбік. Ал енді мазмұнды
Кейде сол ойдың да батылдығы керек қойды сол. Кейде сол сөздің өзі жоқ әлі, бірақ сол бағыт бар. Ол үшін батылдық болу керек сол бағытпен жүруге. Сондайға кейбір кезде мына қазақ тілімен толығымен қаруланған азаматтар сол бағытпен жүрмейді. Мынандай нәрсе сұрағым келеді аға сізден. Мысалы, қазіргі қазақ зиялыларының ортасындағы қазақ тілді және орыс тілді қазақ зиялыларын бір ортақтастыратұғын, олардың бір мүдделерін біріктіретұғын күш не болу керек? Ол үшін үлкен сол ортақ мақсат, сол үлкен баяғы сол алдын ала бөлінуге болмайды, енді шала қазақ, тағы нағыз қазақ деген. Ондай біз қанша шала піскен қазақтардың сол қазақша сайрап тұрған адамдардың арасында шала піскен қазақтар ұлттық тұрғыдан қарағанда, ұлттық намыс тұрғыдан болмаса үлкен мақсаттан қарағанда, ондай да бар. Оған бөлінбейік те көшім. Ал бірақ та қазір алдымызда қандай үлкен мақсаттар бар, соған үзеңгілес болып, табысып, ынтымақты болуға. Осындай үлкен мақсаттарды анықтай білсек, ол бар, тіпті... Ол қандай мақсаттар? Ол жаңағы сіздің ұлы көш сияқты мәселелер ме? Мәселен, геосаяси жағдай басқа алып мемлекеттерін алып? Ол енді бір. Ал енді біз қандай ел болып, қандай мемлекет болып, осы үлкен кеңістікті ұстай білеміз. Соған тереңнен ойланып көрейік. Ол үшін біз қандай әр азамат осы жерде тұратын, қазағы бар, тағы басқалары. Не ұсына аламыз? Ол қандай талап қоямыз. Ол туралы мен мысалы менің ұсыныстарым бар, түсініктерім бар. Ал енді оған тыңдайтын орта болса, мен дайымын. Ал ескі достарым бар, біз ол туралы пікір алсамыз да өзіміздің бір жағынан айтар сөздеріміз бар. Сіз бір анкетаға берген жауабыңызда менің сүйікті кітабым Библия деп айтыпсыз. Осын қалай түсіндіріп берер едіңіз? Бұл әрине тек қана Библия емес те, ал бірақ та сол Библия дейді. Өйткені Библия бұл енді үлкен көркемдік шеберлікпен жазылған дүние. Мен Құранды да қазір көптеген аудармаларында оқып жатырмын. Мәселе сол діннің күштілігінде емес. Ал енді Библияның Ветхий Завет, жаңа нелері бар. Библияға байланысты содан кейін көптеген ірі философтардың еңбектері бар. Мысалы Гегельдің сол философия религия деген кітап. Демек содан кейін Библияға негізделген көптеген мына суретшілер, болмаса мына әдебиеттің несінде сол Библияның үлкен әсері болған. Ал енді маған Библия, мен нақты жағдайда бұл сұраққа жауап берген болуым керек. Мына Библияның стилі бар ғой. Мысалы теңіздің жағасына, теңіз жүздегі мыңдаған жылдармен янтарь дейтін тасты шығарады ғой. Вот маған сол тас өте ұнайды. Сол Библияның сөздері енді орыс тіліне өте жақсы аударылған деуге болады. Соған енді ол сөздің дәмін сезу үшін. Және де сол сөздің өзі тірі сөз. Өлім сөз болады да, сол тірі сөз деді. Сол жағынан қарағанда Библия олана христиандық дінге беру деген ұғым жоқ бұнда. Бұл енді рухтың, рухани өмірдің, және де сол үлкен сол рухани өмірдің өзінің түрін, формасын жақсы тапқан мысал ретінде. Ал сіз өзіңізді бұлай бір қайшылықты тұлға ретінде сезінесіз бе? Жоқ, ешқандай қайшылық бір өзіңізге өзіңіз қайшы келіп қап бір өкінетін ондай жағдайлар болмай ма? Жоқ, оған уақыт жоқ. Кішкене принциптен тайқып кеткен жоқпын ба осы кезде? Болған жоқ. Мысалы, сен аға достарың, менің құрдастарымнан сұрап, мына Мұрат қай жерде қалай қателесті, қайшылыққа барды деген дейді. Әрине айтуы мүмкін, бір кезде саясатқа қызу қатысып, содан кейін одан кетті деген дейді. Жоқ. Мен өз-өзім талдайым әрине. Талдағанда мен олай өз-өзімді жолдан қалдырып, олымыз тоқтатуға менің уақытым жоқ. Ал сіздің мысалы өзіңіз бір Құдай берген талантыңызды қаншалық дәрежеде сығып пайдалана алдыңыз? Ол туралы ойланбайсыз бе? Жоқ, өйткені мен білем оның барлығы өз нәтижесінде. Ол мысалы мен
жаздым, сөйледім, айттым, жолда сол адамдармен кездесіп, біреуіне көмектестім, біреуіне ақыл кеңес айттым тағы. Соның барлығының нәтижесі келеді. Мен оған көзім жеткен талай тіпті көптеген жылдар өтті, бірақ та соның нәтижесі гүлденіп, дәнденіп сөйтіп берген. Сондықтан оған фиксация жасамаймын. Вот кітабым шықты, енді мен баяғыда қараңызшы мен істедім дегенде. Оған уақыт жоқ тіпті. Мысалы кітапты көбейту болмаса, сондай мансаптық болмаса, бір ерекше беделге, жұрттың көзінше былай ұмтылу, оған уақыт жоқ. Ол қызықтырмайды мүлде. Рахмет аға, студиямызға келіп, осы ашық, терең пікірлеріңізбен бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Шығармашылық табыс, жеміс тілейміз. Қадірлі көрермен, бүгін сіздер Шынның жүзі хабарында мәдениеттанушы Мұрат Мұхтарұлы Әуезовпен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Бұл сұхбатымыздың жазбаша нұсқасын Айқын газетінің алдағы сандарынан оқуларыңызға болады. Келесі кездескенше.